ladies and gentlemen, today we will learn how to express sympathy to someone. Imagine something happened, something bad happened to your friend. Then what you should say in order to express your sympathy to the other side. Keep listening, we will go on learning. Let's go. If your friend falls down on the ground, you should say, "Oh, it's too bad. Oh, it's too bad." Oh, бұл өте жаман болған екен деген сөз. Oh, it's too bad. That's so sad. That's so sad. Ол сондай өкінішті, көңіл түсіретін жағдай екен деген сөз. I'm sorry. What a bad luck. I'm sorry. What a bad luck. Мен кешірім сұраймын. Қандай жол болмаған жағдай екен бұл, қиын болған екен деген мағынаны білдіреді. I'm sorry. What a bad luck. I hope things get better soon. I hope things get better soon. Бүкіл істердің барлығы оңға қарай жылжиды деген үміттемін деген сөз. I hope деген сөз үміттенемін деген мағынаны білдіреді. It would be okay soon. It would be okay soon. Барлық нәрсе түзеледі, оңалады деген сөз. It would be okay soon. I hope you feel better soon. I hope you feel better soon. Мен сенің көңіл күйің орнына келетіндігіне үміттенемін деген сөз. What a pity. What a pity. Қандай өкінішті жағдай болған екен. Pity өкінішті деген сөз. Be patient. It would be better soon. Be patient. It would be better soon. Сабыр ет. Сабырлы бол, барлық нәрсе түзеледі, оңалады деген сөз. Oh, that's terrible. Oh, that's terrible. Oh, бұл сондай жаман жағдай болған екен. I can't tell you how sorry I am. I can't tell you how sorry I am. Мен үшін қаншалықты өкінішті екендігін сізге жеткізе алмаймын. Oh, I'm so sorry to hear that. Oh, I'm so sorry to hear that. Мен бұл хабарды естігеніме сондай қынжыламын деген мағынаны білдіреді. I know how it feels. I know how it feels. Мен білем бұл қандай нәрсе екендігін, яғни қаншалықты қиын дәрежеде сезілетіндігін білемін деген мағынаны білдіреді. I take my sympathy to you. I take my sympathy to you. Қайғыңа ортақпын деген сөз. You must be very upset about it. You must be very upset about it. Сенің көңілің соншалықты түсіп кеткен шығар деп ойлаймын. I sympathize with your condition. I sympathize with your condition. Сенің жағдайыңа ортақпын. Сенің көңіліңді аулағым келеді деген мағынаны да білдіреді. Біреу сізге өстіп көңілін білдіріп жатқан уақытта қалай жауап беру керек? Осыларды мұқият жаттап алайық. It's very kind of you. It is very kind of you. Thank you so much. Сенің тарапынан сондай жылы ілтипат, үлкен рахмет деген сөз. It would be okay. Thanks. It would be okay. Thanks. Барлық нәрсе орнына келеді. Рахмет деген сөз. Thanks for your sympathy. Көңілімді аулағаныңа рахмет айтамын деген сөз. Thanks for your sympathy. Thanks for your support. Thanks for your support. Тірек болғаныңа алғыс білдірем деген сөз. Осылайша достар, кейбір қайғылы жағдайлар, қиын жағдайға тап болған кездеріңізде сізге біреу көңілін білдіріп жатса, осылай жауап беруге болады. Жалпы алған кезде көңіл білдіру, көңілін сұрау бір адамдардың бұл да білу керек нәрселердің біреуі. Өйткені өмірде әртүрлі жағдайлар болады, шетелдік азаматтар, достарыңыз болатын жағдай болса, соларға осы тіркестерді қолдану арқылы көңіліңізді білдіре аласыз. Назарларыңызға рахмет, сау, сәлемет болыңыздар.